балалар, сендер қазақтың ұлттық ойындарын білесіңдер ме? Ал айта қойыңдаршы, қандай ойындар? Көп бар, тағы да. Арқан тартыс екен, тағы да. Бәйге деген ойындар екен, қия тастамақ деген ойындар бар екен. Ал балалар, бүгінгі сендер ойнайтын ойын, қазақтың ұлттық ойыны хан талапай деп аталады екен. Хан талапай ойыны асықтармен ойналады екен. Бұға қой малының асықты жүледі қолданылады екен, иә? Балалар, мен көргенде асықтар бар екен. Бұл балалар, одан ішінде ерекше бір асық бар екен. Ол қызыл түске боялған. Қандай түске боялды? Қызыл түске боялды екен. Бұл асықты балалар хан алшы деп аталады екен. Не болмаса хан асығы дейді екен. Бұл асық қай балаға түседі? Сол ойынды бірінші бастайды екен, не? Менің дорбамда тағы да бір асық жатыр. Сол асықтың жатыстарын көрсетейін сендерге, не? Асықтың 4 жатысы болады екен. Асық былай түссе балалар, қараңдар. Шөп деп аталады екен. Былай түссе тайкы деп аталады екен. Ал былай түссе бөк дейді екен. Ал былай түссе балалар алшы деп аталады екен. Балалар, мен сендерге хан талапай ойынының ережесін түсіндіріп берейін, иә? Қазір мен мына дорбадағы асықтарды иіріп ортаға тастаймын. Сендер хан талапай деп өздеріне жинап аласыңдар. Кімге қызыл асық хан асығы түседі, сол ойынды бірінші бастайды. Жиналған асықтарыңды балалар мына тұрған сызыққа тізіп бес-бестен қоясыңдар, иә? Содан кейін осы асықтардың ішінен өздерінен бір сақа таңдап аласыңдар. Сол сақаны қайтесіңдер? Асықты атасыңдар екен, иә? Кім асықты көп жинайды, сол бала жеңіске жетеді екен. Ал енді балалар, кім асықты ата алмай қалады, ол балаға мен сұрақ қоямын. Сол сұраққа жауап берсе балалар, келесі ойынды бастайсыңдар. Ал жауап бере алмаса, келесі балаға ойын кезегі беріледі екен. Ал балалар, ойнайық. Әр асықта баға бар. Ұта білген баланы әрбір бала бағалар. Шиыр қане асықты, таңда және қашықты. Алты тұрған сақанды қаламаймыз жасықты деп ойынымызды бастаймыз. Талапай ау талапай, басталды қызық, ойын алапай. Ортаға асықты шашамын, талапайға басамын. Алдымызға жинап қоямыз жинаған асықтарымызды. Ал балалар, сендер қанша асық жинаған екен? Айтөре, сен неше асық жинап екен? Санақ 1, 2, 3, 4, 5, 6 асық бар екен Айтөреде. Қарай бедекан неше асықтан? Санақ 1, 2, 3, 4, 5, 6 асығы бар екен. Айсерде қанша асық бар кәне санайық? 1, 2, 3, 4, 5, 6 асығы бар екен. Ал сенде қанша бар? Марғұлан, санайық. 1, 2, 3, 4, 5 асық, е? Ал хан асығы кімде екен? Менде. Марғұланда екен. Яғни Марғұлан бірінші бастайды екен ойынды, е балалар? Ендеше балалар, асығымызды 5-5-тен мына жерге тіземіз. 5-5-тен ғана қоямыз. Ішінен бір асықты өзімізге сақа қып таңдап аламыз ату үшін. Ал балалар, және хан асығы бізде Марғұланға түсті. Ендеше Марғұлан бірінші бастайды. Марғұлан, сұра бір, мен саған айтайын. Хан талапай ойын ойнау үшін бірінші қайтеміз, сол аяқты алдыға созамыз, кішкене бүгілеміз, және асықты қайтеміз көздеу арқылы бұл жерге мергендік, шапшаңдық керегіне ептілік керек. Қайтеміз бүгіп атамыз екен. Түскен асықты дорбамызға салып аламыз, е? Ал ендеше келе ғой. Марғұлан бастайды. Бір асық татты, е? Марғұлан ала ғой асығыңды. Айсері аталмадың, е? Кәне, келе ғой, мен саған сұрақ қоям, Айсері. Айсері, қазақтың ұлттық тағамдарын атап берші. Ешбармақ, наурыз, көже екен, е? Жақсы, кәне, неше асық түсірді екен? 3 асық түсірді, е? Ала ғой. Ал, кәне, екен асық. Жақсы, бір асық татып түсірді. Аталмай қалдың, кәне, асығыңды алып кел, мен саған сұрақ қоямын. Осман, көк туымызда не бейнеленген деген сұрақ келді саған. Не бейнеленіпті көк туымызда? Қандай не бейнеленіпті? Ортасында не бар? Күн. Тағы да. Қыран. Қыран құс екен, е? Шетінде не бар екен? Қазақтың ұлттық ойыны өрнегі бар екен, е? Балалар, сендерге хан талапай ойыны ойнады ма? Иә. Жақсы, ендеше тағы да осындай ұлттық ойындарды ойнап тұрамыз, е? Иә.